Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай жасалынатын әрі қолжетімді заттардан жасалынатын болонезінің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі тартылған ет, пияз, сәбіз, қызанақ, сарымсақ, тұз, паприка, сұйық май, сельдерей, немесе сельдерей болмаса петрушканы қолдансаңыздар болады. Көкөністердің барлығын видеодағыдай турап шығамыз. Қызанақтарды блендердің көмегімен немесе ет тартқыштың көмегімен езіп аламыз. Егер қызанақ болмаған жағдайда томат пастасын қолдансаңыздар болады. Томат пастасын қолданған жағдайда міндетті түрде су қосамыз. Сельдерей болмаған жағдайда петрушканы қолдансаңыздар болады. Бірақ сельдерей тамаққа ерекше дәм береді. Қызып тұрған табамызға сұйық майды құйып, сәл қыздырып, пиязымызды қуырамыз. Артынан сарымсақты салып қуырамыз. 5 минут қуырып болғаннан кейін артынан сәбізді салып 5-10 минут шамасында қуырамыз. Минуттан кейін тартылған етті салып, жақсылап майдалап алып қуырамыз. Міндетті түрде осылай майдалап алу қажет. Майдалап алғаннан кейін артынан езілген қызанақтарды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін артынан тұзды қосамыз және паприка қосамыз. Паприка ерекше түс беретін болады. Артынан сельдерейді қосып жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, баяу отта жарты сағаттай қайнатамыз. Сол уақыт аралығында спагеттиларды пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суға 2 ас қасық тұз салып, артынан тағы 2 ас қасық сұйық майды салып, спагеттиларды пісіреміз. Мен осындай спагеттиларды пайдаландым. Негізінен болонезеге арналған арнайы спагеттилар бар, бірақ мен үй жағдайында оңай түрін көрсетіп жатырмын. Жақсылап араластырып, бетін жауып, дайын болғанша пісіреміз. Дайын болғаннан кейін спагеттилардың барлығын сүзіп алып, мұздай суға бір шайып аламыз. Сол уақыт аралығында біздің пастамыз дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.